көрпенің астынан бір қол кіреді ғой бүйтіп аяғымнан ұстайды, аяғымнан ұстап папа деймін ғой, ұста қатты деймін ғой. Папам батя қатты ұстаған кезде батяның қолынан жұлып алады ғой, аяғымнан ұстап тартқан кезде батяның қолынан жұлып алады. Батя ұстай алмай қалады. Ұстай алмай қалады. В смысле, типа в натуре ма? Натуре, брат. Бала кезден енді Алла сақтасын болды да менде. Түнде ұйықтап жатқан кезде мен түнде кішкентай кезімде әкем марқұм болып кетті. Сол кісінің қасында жататын. И түнде маған постоянно бір нәрселер келеді да. Келеді. Біреуді Алла сақтасын бүйтіп мұжады ғой, басады ғой. Менікін аяғымнан ұстайды, тартып жұлып алады. И сүйрейді үйдің ішінше. Ерекше екен. Ой, қатты ерекше бір. И бір күні мынандай бір случай болды да. Батям айтамын ғой, папа осы түнде келеді деймін ғой, кішкене. Келгенім уақытта қатты құшақтап аш деймін ғой, бүйтіп қысыпшы. Жібермеу үшінші. Соны жарайды дейді, балам дейді да. Соны түнге таман көзім ашылады. Көзі ашылған кезде өз адам Алла сақтасын бастырылатын кезде біледі, андай бір суық тер ағады денеден ше. Жаймен бір момент бір тып-тыныш болып қалады. Андай бір уақыт тоқтап қалған сияқты, тып-тыныш. Жаймен бүйтіп кіреді да, көрпенің астынан бір қол кіреді ғой бүйтіп аяғымнан ұстайды, аяғымнан ұстап папа деймін ғой, ұста қатты деймін ғой. Папам батя қатты ұстаған кезде батяның қолынан жұлып алады ғой, аяғымнан ұстап тартқан кезде батяның қолынан жұлып алады. Батя ұстай алмай қалады. Ұстай алмай В қалады. смысле, типа в натуре ма? Натуре, брат.